Сәлем достар, сіздермен бірге ғажайып әлем. Әрбір жігіттің арманы ірі денелі болу. Сіздердің назарларыңызға топ-10 ірі денелі адамдар. Біздің еңбекті бағалап, қане лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Әрине, бірінші орынға Хуан Чулсон есімді ірі денелі жапондық адамды орналастырамыз. Ол бала кезінде ірі денелі болуды армандаған. Ол бала кезінде өте арық болған. Ол өзінің спорттағы мансабын 14 жаста бастаған. Ол көптеген еңбектің арқасында ірі денелі адамдар санына кіріп отыр. Эдди Холл. Ол ірі салмақтағы ауырлықты көтереді. Бұл адам салмағы 500 килограмм болатын зілтемірді көтере алады. Ол өз күшімен әлемге танылған. Ол адамның престері болмаса да ол өте күшті адамдар санына кіріп отыр. Темір адам болып саналған, яғни ол өте ауыр көліктерді тарта алады. Ауыр салмақтағы көліктерді тарту ешкімнің де қолынан келмес. Және бұл зілтемір көтере алады. Салмағы 650 килограммдық болған зілтемірді көтере алады. Ол әлемде болып жатқан көптеген рекордтарды жаңартты. Және де ол көптеген сайыстарға қатысып рекорд бағындырды. Және ол семіре алмай жүрген кісілерге көп тамақ жеп, көп ұйықтауды ұсынады. Марк Хенри. Ол ауыр салмақтағы зілтемірлерді көтере алады. Және ол көптеген спорттарға қатысады. Және көлік көтеру қабілетіне ие. Қане, осы кісінің күшіне құрметтеп, каналымызға жазыла кетіңіз. Ол көптеген жерлерде шоу көрсетеді. Және ол көптеген адамдарды өз күшімен таң қалдырады. Сіз осындай мықты болғыңыз келе ме? Ендеше осы видеоға лайк баса кетіңіз. Сіз көптеген фильмдерде ірі адамдарды көріп жатасыз. Енді сіз сол адамдарды шын өмірде көре аласыз. Бұл адам өте ірі адам. Бұл адамға толағай есімін берсе де болады. Оның бойы ұзын және салмағы өте көп. Және ол вертолетті тарту қабілетіне ие. Ол 1 тонналық ағашты көтере алады. Қане, осы күш иесінің құрметіне лайк баса кетейік. Иә, ол сіздер үшін ағашты көтерді. Ірі күш иесі Мариус Пудзавонский. Оның күші өте көп. Себебі ол көптеген жаттығулар жасап, өзінің мықты екенін дәлелдеді. Ол жаттығу залына барып, көп еңбектенді. Және ол көп тер төкті.
Ол осы еңбектерінің арқасында көптеген жарыстарда жеңімпаз атанды. Павел Андерсон. Бұл ағамызда көптеген еңбектеніп, зілтемірлерді көтеріп, супер күш үйелерінің қатарына орналасты. Ол өте ауыр зілтемірлерді көтере алады. Ол көптеген жарыстарға қатысып, жүлдегер атанды. Достар, осымен видео аяқталды. Каналға жазылып, лайк басып кетейік. Сау болыңыздар.